құрақтың келесі түрі комбинация. Ол мындай қызыл мен ақтың комбинациясы болып табылады. Бұл жерде біз өткен құрақтарда тырнақұрақта жылтырмада пайдаланған болатынбыз. Мынандай ортасына сіз осы көздің орнына осындай жылтырмада пайдалансаңыз болады. Либо мен сияқты мынандай золотаны қоя салсаңыздар болады. Екі түстің комбинациясы, бұрыштарында бір жақ шетінде ғана бұрыштары бар. 14-14 сантиметрлік шыт матамызды ортасын тауып алдық. Матамыздың түгі төмен қарап тұрады. Ортасына дәлдеп қоямыз. Бисмилла. Енді бастаймыз. Бір жақ шетіне ақпен тігіп алдық бір бұрышын. Келесі бұрыш бізде қызыл түс болады. Айналдырып тіктік. Міне бір жақ шетіміз бізде ақ, бір жақ шетіміз қызыл. Қазір біз екі жақ шетіне бұрыштарын тігіп шығамыз. Мінекей біздің бұрышымыз. Бұл қарапайым матовый велюр. Размер 404 сантиметр, екі жақ шетінен 5-5 мм шығып тұрады. Мына бұрышымыз, мына бұрышты басады, және де келесі бұрышты басып өтеді. Осыны қадағаласаңыз, сіздің құрағыңыз әдемі болып шығады, иншалла. Міне бір жақ шетін тіктім. Байқағаныңыздай өз орнына ровно жатты. Келесі бұрыш. Мінекей, мына бұрышымыз, мына бұрышқа қарай және келесі бұрыштарды басып өтеді. Мінекей, жатты. Енді келесі кезекте біз қайтадан ақ түстің қатарына түсіп, қайтадан ақ цветке ораламыз. Матаның түгі төмен қарап тұрады. Бетін-бетіне қараттық. Бұрышымызды жаздық. Екінші қатарымызды түсіріп жатырмыз уже. Ақ жағын бітірдік, енді қызыл жағы. Бұлардың барлығын схемалар берілетін болады сіздерге. Астыңғы бұрышымызды жазып аламыз. Енді тағы да тура солай екі бұрыш саламыз екі жақ шетіне. Бағанағы методиканы пайдаланамыз. Мына бұрыштардың барлығы қалған бұрыштарды басып өту керек болады. Келесі бұрышқа. Біздің бұрыштарымыз жабылды. Енді, как обычно, ақ жағына қарай көшемізде соған үшінші қатарымызды жүргіземіз. Астыңғы бұрышымызды ашуды ұмытпаймыз.
ақ бұрышымыз бітті біздің, ақ линия жағы. Енді қызылға көшеміз. Жері тұрған мән бермей қоймыз да. Олчып тәртіп тұр кішкене. Және соңғы линия. Біздің құрағымыз дайын, міне бұрыштары әдемі өз орнына және түп-түзу болып түсті. Біз қазір өлшемін өлшейміз. Как обычно қанша сантиметр шыққанын. Бізге 12 сантиметр керек. Мына жақта міне 0-ден 12 жарым және 0-ден 12. Енді осыны айналдырып тігіп аламыз. Артық жеріне қиып тастаймыз. Сонымен біздің құрағымыз дайын. Дайыны міне 12 сантиметр. Мына жақ шеттен также 12 сантиметр, 1-2 миллиметр погрешность бар. Но ничего страшного.